Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университетінде заман талабына сай ауыл шаруашылығына аса қажетті топырақ зерттейтін лаборатория ашылды. Осы күнге дейін мамандарда егістік алқабын зерттейтін мүмкіндік болмаған. Ашылып жатқан жаңа лаборатория арқылы бұл мәселенің алдын алуға болады. Зертхана орталығының бой көтеруіне Германия мемлекетінің Ганновер университеті арнайы грант бөлген. Лабораторияның ашылу салтанатына еліміздің топырақтану институтының өкілдері, Германияның Қазақстандағы елшісі Тилла Клинер қатысты. Германияның білім және ғылым министрлігі бізге арнайы грант бөлді. 300 мың евродай мөлшерінде. Соған біз евростандарт бойынша қазір заманауи зертхана салдық өзімізде. Сонда бұл зертхана бізге не береді? Біріншіден біз нақты қазір біздің топырақтың сапасын білеміз. Бұл жерде тек қана ғылыми зерттеу жұмыстары емес, сол тек қана Германияның ғалымдарымен бірге жұмыс істейтін боламыз. Сонымен қатар біз мына фермерлерге, шаруашылықтарға қызмет көрсетеміз. Олардың жерлерін зерттеуге қазір мүмкіншілік болады. Соңғы 15 жылда еліміздегі бидай өнімі топырақтың құнарсыздығына байланысты 14% ғана құрады. Дәнді дақылдардың көрсеткіш пайызын арттыру мақсатында ашылған лабораторияда топырақтың 10 элементіне анализ жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады. Бізде қазіргі кезде қалып кеткен Қазақстанда мысалы СНГ әдістері, Ресей әдістері деген сияқты, Тюринг-Конон деген сияқты. Ал қазіргі кезде біз жаңа келген құралдармен оны жаңағы 1 сағаттық жұмысты 5 минутқа дейін қысқарта аламыз деген сияқты. Яғни топырақтың құрамындағы барлық жерсүтілік металдар, макроэлементтер, микроэлементтер, тұздар, қосылыстар, олардың барлығы анықталады. Яғни топырақтың барлық фазаларына зерттеу жұмысын жүргізе аламыз. Өсімдік топырақ арқылы пайдалы элементтерді бойына жинайды. Сол үшін ауыл шаруашылық саласындағы мамандар жердің құнарлы болуына баса назар аударады. Осы күнге дейін елімізде диқандардың егістік алқабын зерттеуге мүмкіндік болмаған. Соның салдарынан топырақтың құнарын арттыруға дәрменсіздік танытып келген. Ал енді жаңадан ашылған зертхана орталығы сол келеңсіздіктің алдын алып қана қоймай, топырақ құнарлығын арттырып, өнім сапасында арттыра түспек. Саян Қабылқақ, Манатбек Шапиғазы, Асыл арна, Нұр Сұлтан қаласынан.